Мен бағанадан бері видеоға түсіріп жатырмын деп ойлағам. Сөйтсем видеоға түспей қалыпты. Құрметті достар, мінекей біздің мынау Қызылорда қаласының тұңғыш президент паркіне арналған, Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне арналған саябақ. Бұл саябақта менің түсінгенім Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың кеткеннен кейін биліктен жалпы ол кісіге деген көзқарасы қазір Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының жалпы ұстанымын қолға алып отыр деп айтуға болады. Себебі бүгін мінекей мен өзім куә болып отырмын. Себебі неге десеңіздер, бұл жақта көп нәрселер өкінішке орай жарық шамдардың өшіп қалуы, жарық шамдардың сөнуі, мінекей тазалықтың жоқтығы, бұның барлығы Назарбаевтың, яғни біздің бұрынғы аты аталған елбасының қазіргі таңда Қызылорда облысының бұл кісіге деген көзқарасы, яғни біздің Нәлібаевтың билігі оны пысқырмайтындығын білдіреді деп айтуға болады. Көріп тұрсыздар, жалпы бұл жерде ешқандай да не жоқ, қалай айтсам болады, көзбояушылық жоқ. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мінекей жарық шамдар, вообще талдардың бәрі өсіп кеткен, көшелердің светтерінің барлығы қисайып қалған. Мінекей қарасаңыздар. Жалпы мен ойлаймын, тұңғыш президенттің жалпы саясатын біздің Қызылорда облысы қолдамайды деуге болады. Мен өзім көзқарасым, яғни Тоқаевтың билігі қазіргі расын айту керек. Тоқаев біздің мемлекет басшысы болғаннан кейін ол кісіге тұтпасу керек. Жалпы мінекей қараңыздар, қисалаң. Осыны жаңағы Әбішұлы Назарбаев өзі білмесе де, мінекей қарасаңыздар, скриншот жасап қарауға да болады. Жалпы мен ойлаймын, өзім Назарбаевтың билігі әлсіреді, ол Назарбаевтың билігі жоқ деуге болады. Өйткені мінекей тұңғыш президенттің саябағы бір Қызылорда қаласының тұрғындарының барлығы әйтеуір осы жерге демалуға келеді, бірақ бұл жаққа кірмейді. Себебі мынандай жағдай болып тұрғаннан кейін қалай келеді түнде. Бірақ кіреберісте әдеміленіп, әдемі болып тұрғаннан кейін сол жерлерге мүмкіндігінше демалуға өздерінше бір әрекет жасап, демалуға келіп жатқанын көру ол артықтық етпейді. Мінекей судың өзі көріп тұрсыздар ғой, мінекей. Мына судың өзі өте адамға қорқады. Мынау судың өзі жаңа құрбақалардың нәжесінен толы деуге болады. Дегенмен бұл су нәжесінің бетін алсаң да түбіне қарасаң өңсең таза су екенін байқауға болатындығы ол жасырын емес, бірақ десе де мінекей көріп тұрсыздар ғой өздеріңіз. Осы міне жеке мотобетті алып, өзім осы Қызылорда азаматының белсенді ретінде осы дүниелерді қарап шығуға бүгін бел байлаған едім. Бірақ өкінішке орай тұңғыш президенттің саябағына кім қалай тал екенін білмеймін, бірақ дегенмен де алдына ғана қарай үңілмеу керек. Сондықтан артына да бір көзқарастарын салып қойса деген менің тілегім бар. Құрметпен, Жасұлан Жақупов.